Не сұрап кетті, көмек сұрап кетті. Памперсқа ақша жетпей отыр. Қанша бала шағаң бар? Мен бір отбасына қыз түссе, мен көмірін алып беріп отырам да. Бір отбасы бар, жаңа тамақ, киім кешек сондайларына көмектесем. Барам 5-6 бала. Мал таппайтын еркектің ұрпағын көбейтудің қажеті жоқ. Қазір өзіңіз ауырып та тұрсыз, тамағыңыз да ауырып тұрғаны бар, сонда да ән айтып клипқа түсіп жатырсыз. Осындай кезде сізге көмектесетін немесе қасыңызда болатын кім? Бірінші ойыңызға кім келеді? Ойыма папам келеді. Маған неге жылауға болмайды, қазір клипқа түсем ғой. Бір андай қиналған сәттерімде папам есіме түседі. Енді мен тамағым өзі бір 2 жылда осындай хронический ауырады да. Осындай ауырып қалған кезде көбінде көңіл аударады. Сол нәрселер жетпейді, өзімді әлсіз сезінемін. Десе де енді бәрібір мықты көрінгенмен іштей әлсізбін. Таңертең жалпы бұл клип маған өте маңызды. Сол себептен мен бұндай маңызды күндерде жаратушыдан және әкемнен көмек сұраймын. Не деген шұғыл шаруа? Не деген шұғыл шаруа деймін. Кеше не үшін ұйықтамай келгеніңді бір ауыз айта кетші. Кеше ма? Кеше. Айт. Айтуға болмайды ғой. Неге болмайды? Неге болмайды? Шынайы болсашы. Айт шындықты. Бір дос, группаластарымызбен жиналып, өзіміз отырдық. Бірдеңе не істедіңдер сосын? Бұлар карт ойнайды екен. Таңға дейін карт ойнаған. Карт ойнадық, ja. Содан Ақшаға емес, бірақ. Понятно, содан съемкаға келіп ап, не істерін білмей отты ғой. Дек бір қашып. Әжерде ұйықтап домалан. Бүгін міне әп-әдем болып отырсың. Ол маған 16 жыл бойы байқалмаған. Мен сияқты болмаңдаршы жігіттер. Мен сияқты күшікке болмаңдаршы. Қабағына қарамаңдаршы. Осыны айтам мен жігіттерге. Күшікке болмаңдар. Кино күшті дейді. Мен айттым ғой сіздерге, кино күшті деп олжас, басымды тік көтеріп айтам, кино күшті. Ана бір мультикқа қарағанда кино өте күшті. Сендер қазір бір мультикқа барып қыртып атсыңдар ғой. Білмеймін, не үшін барып атқандарыңды, не үшін барып ол Голливудқа шапан кигізіп, Голливудқа ақша беріп атқандарыңды түсінбеймін мен. Басым бос десеңіз, дайын отырған жігіттер көп дейді. Дайын отырған жігіттің бері әкеле берші, басын шаба берейін да. Адам деймін да, басыңыз бос па деп көп жаза беретіндер бар енді. Сосын мен енді парақшасына кірем ғой. Мойны бос емес те. Парақшасына кірем, әйел бала шағасымен тұрады. Естері дұрыс па деймін. О, қызық. Тоқтат, дұрыстап айт. Әйел бала шағасы сосын тұрам да айтса айғай. Мән бермеймін, өтіп кетті. Дариға Бадыхманның бывший күйеуі интервью беріпті. Зачем так позориться? Шығып, ойбай, маған ақша бермеді деп. Қалай екен? Қаншама әйелдер осылай 4-5 туып бүкіл өмірін еркекке арнап, дымсыз қалып жатыр ғой, еркек ақша тапқан кезде. А тут он же даже не рожал. Вот если бы он рожал детей, 5-6 бала туып үйде отырса, сөйтіп барып, Дариға ақша бермей кетіп қалса, вот тогда мы бы ее осуждали. А так, простите, сама заработала, сама все сделала. Ол бала қараған жоқ, бала туған жоқ. Я думаю, что она права. Она вот отомстила за всех женщин. Дариға отомстила за всех женщин, я считаю. Дариға ханым? Видео қандай? Осы, Ал енді кинодағыдай. Айтшы бір. Абизер ма? Дариға ақ көңіл, ондай емес. Күшті отырсыз ғой. Бұл ана үйге қонақ шақыратын кезде бүкілін тығамыз.
алтын, ана новый орамал, жастық, полотенце, ана простыня, бәрін тығамыз. Сыйлыққа кетіп қала ма? Кетіп қалады. Содан аламыз да складқа тығамыз, үйдің үстіне тығамыз, сандыққа тығамыз да құлып салып тастаймыз. Ол ондай емес, вообще басқа. Дарылдақ қой, не дейді? Патек су айтты ма? Индияда көрдік қой, руби шашып жүрген. Біреу аласа руби таратып жүр ғой. Ана мысалға бір кісі айтпай ақ қойын енді, қанша бір үлкен қымбат браслет сыйлады. Соны сыйлады, 2 сағаттан кейін біреудің бір қызы бір 12-ге ма толып жатыр, қолындағын алды да тарата салды, бере салды. Дариға дедім. Бұл кетті анау. Сондай адам бұл. Жүзге толып атса. Наурат, мен айтам, сен Дариға шашасын, қалай жинаймыз деп. Сондайды. Надоелсың деп. Надоелсың деп. Кейін жинайды. Тамаша.